Сіздерге ауылым әнін үйрететін болам. Сандар арқылы санап тауып үйренетін боламыз. Ең бірінші, ешқандай пернені баспаймыз. Қағыз төменге. Сосын екінші пернені басамыз. 1, 2. Қағыз жоғарыға. Сосын осы бірінші саусақпен мұны үшінші пернеге жылжимыз. Қағыз төменге. Сонда 3 қағыз болды. Тағы да үшінші пернеге төмен қағыз. Сосын жетінші пернеге барамыз. Жоғарыға. Сонда барлығы мынадай музыка шығады қосқанда. Сосын қайттан 7. Сосын 5-ші перне жоғарыға. Сосын қайттан 7. Міне бұл бір жолы. Қайттан қосып тартып көрейік. Жетегіне еріп жалғанын. Міне осындай сөзмен айтсаңыздар, тез жатталады. Әрі қарай 7-7-5. Қағыз алма кезек. 2-3. Төмен жоғары. Сосын 5-5-7. Сонда сөзмен айтсақ былай. Қалаға жедел жетіппіз. Енді видеодан сандарын былай бір қарап аласыздар да музыкасын. Сосын менде дайын сандары бар. Сызбасы яғни. Осы сызбаны тиімді бағада сатамын. Кім алғысы келеді, комментарийге жазыңыздар. Ауылым әнінің, яғни сандар. Қай кезде қай санды басу керек, астындағы сан қандай, барлығы тиянақты жазылған. Міне, әр қағыстың астында дайын буыны тұр. Қай буынды айту керек, міне. Жетегіне барлығы дайын тұр. Екінші перне, үшінші перне, 3, 7. Қағысы төмен, жоғары, төмен, жоғары. Көбінесе төмен жоғары алма кезек. Арасында тек 2 төмен бірыңғай келіп қалады. Міне дайын, осы сызбаны WhatsApp арқылы жіберетін болам. Кімге керек, комментарийге жаза қойыңыздар. Екінші беті міне. Қазір тартып көрсететін болам. Міне осындай сызба. Үшінші бет. Осы сызбаны алып алсаңыздар, алдарыңызға тек қойып қоясыздар да тарта бересіздер. Қазір әрі қарай тартайық. Так, қалаға жедел жетіппіз деген жерге келдік. Қалаға жедел жетіппіз. Екінші бет. Енді ашық 008. Артынан еріп арманын, ауылдан шығып кеттіппіз. Бірінші жумақ аяқталды. Енді қайырмасы. Арайын төгіп аспаным, арайын төгіп аспаным, араласам да жерді. Сосын ат озған ауыл, 8-ші перне, олдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Сонда былай. Ат озған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Міне осылай.
Бастан аяқ солай сандарды санап табасыздар. Үстіндегі сан, яғни астыңғы сан. Бұл жерде тек астынан басасыздар. Бірақ екі шекті де былай қаға бересіздер, төмен жоғары. Болды, дайын. Үйренуге өте ыңғайлы сызба. Сіздерге осылай дайындап қойдық, оңай болсын деп, үлкен адамдарға және оқушыларға. Музыка мектебіне бармайтын адамдарға міне осы тәсіл ыңғайлы. Нота қажет емес деп ойлаймын, музыка мектебіне бармайтындарға. Сондықтан осы тәсіл ыңғайлы көпшілік адамға. Нотамен тарта алмай жүрген адамдарға ыңғайлы. Сосын басқа да әндер бар осы тәсілмен. Міне мен қазақпын әні бар, кім қай әнді үйренгісі келеді. Сызбасы дайын. Тартып көрсетейін. Қазақ болып тумағанда не терем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүйрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Барлығы дайын тұр міне. Және бұл мынадай жинақ бар, яғни слайд ретінде бар WhatsApp'та. Бұда 0-ден бастап қалай тарту керек барлығы жазылған, жазбаша. Соны оқып шықсаңыздар, үйрене аласыздар. Басында міне. Бұл әдіс енді кейбір адамдарға қиын болып жатса, енді бұдан да оңай тәсіл бар. Бас бармақпен тартатын мынадай. WhatsAppқа жазыңыздар, я, беретін болады. Қазір оны да көрсетейін. Міне біздің YouTube канал. YouTube каналға жазылып қойыңыздар. Комментарий жазыңыздар, кімге осы тәсіл ұнады. Міне WhatsApp номер қажет болса. Комментарийге жазыңыздар, я, кімге қажет осы тәсіл. WhatsApp номер жазатын болам, сосын сонда жаза қоясыздар. Домбыраның құрылысы, міне. Домбыраны қалай ұстау керек, барлығы жазылған міне. Осы шағын жинақта. Енді кітап сияқты ғой, бірақ кітап емес, жинақ қой. Кітап сияқты, шамалы қалыңдау. Міне, қалай тарту керек, жазылған. Нені басу керек, барлығы тиянақты. Түсінбей жатсаңыздар, қосымша түсіндіретін боламын сұрақтарыңызға. Бірақ түсінбей қалатындай бұл жерде нәрсе жоқ, барлығы түсінікті. Ішінде 7 ән бар. Қалай тарту керек, барлығы жазылған. Саусақтың аттары. Жалғыз домбыра тарту емес, мына қосымша нелер жазылған. Саусақтың аттары, домбыраны қалай ұстау керек, барлығы. Міне. Домбыраның ұстағандағы қолдың қойылымы. Мына қолдың қойылымы да маңызды, тек қана тарту емес. Қолды міне алмасап тұрған сияқты, 3 саусақ былай жартылай бүгіліп, 3 саусақ бірге, мына сұқ саусақ алға шығады. Бұл тартатын саусақ болғасын алға шығады. Сосын бас бармақ былай қарама-қарсы тұрады. Қатты қыспай, арасы ашық. Орташа бос ұстаймыз. Қыспай қысса, жаңағы тартылмай қалады қол. Қозғалмай онша. Сосын жартылай бүгеміз. Мына білезік буынды. Төменге, сұқ саусақпен, бас бармақпен жоғары қағыз. Төмен қағыз, жоғары қағыз. Осылай кете береді міне. Кейіннен қозғалтамыз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Кете береді. Саусақты ең басында қолды жақсылап қойсаңыздар, тарту оңай болады, өйткені қолдың қойылымы өте маңызды. Дыбыстың жақсы шығуына, пернені дұрыс басуда өте маңызды. Мойынды қалай ұстау керек, домбыраның мойнын.
4 саусақ қаз қатар орналасады. Бас бармақ үстінде тұрады. Екі қолда орташа ұсталынады қатты. Қыспай, енді домбыра түсіп кетпейтіндей ұсталынады. Міне орташа саусақтың ұшымен ғана басамыз. Мына сызықтың алдынан. Яғни бұлай басамыз ғой, мен көрсететін болсам, бұлай. Қыспай қатты. Мына бас бармақ екінші саусақтың бойында тұрады. Міне бұлай. Әсіресе бастапқы кезде қиындау басу, бірақ жаймен жеп үйрене аласыздар. Күнде басып. Қылдың үстінен басу керек, жақсылап. Анық дыбыс шығу керек сол кезде мынадай. Баяғыдан бері тартып жүргесін, енді менде қол үйренген. Осылай тұру керек қой. Кейбір адамдар бұлай шашырап тұрады, бұл дұрыс емес. Жинақы тұрған жақсы. Басында енді икемге келмей жатса, барынша енді жинақы ұстауға тырысу керек. Көрдіңіздер ме? Міне осылай. Мына жерлерді қыспай, шамалы бос. Саусақтың ұшымен мына астыңғы мына бөліп атқан сызықтың алдынан басасыздар. Перненің ішкі жағынан, яғни сызықтың дәл алдынан. Мынау ре нотасы, мынау до, ля, мынау бірінші перне, екінші перне, төртінші перне. Оңай болу үшін енді сандармен санап үйреніп отырық. Нотамен өткені қиын. Мынау екінші перне, мынау бесінші перне, 10-шы перне, 12, 14, 16, 17 кете береді. 19-ға дейін барады. Үстінде 5-ші перне болса, астында да 5-ші перне, 6-шы перне, 7, 8, 9, 10. Барлығы міне рет-ретімен ғой, ең бастысы. Үйрену қатты қиын емес. Мына тәсілді түсініп алсаңыздар, тарта берсеңіздер қол жаттығады. Жақсы адамдарының сызбасы бар, міне кімге керек, қаян керек, кімге жазыңыздар. 700 теңгеден бір ән тиімді бағада беріледі. Енді бұл бағасы сондай, қатты қымбатты емес, арзанда емес. Компьютермен түсінікті жазылған, ең басты нәрсе анық, жақсы көрінеді. Сондықтан бағасы сондай. Аягөз қайта барасын әне. Ал осымен тәмамдайын видеоны. Кездесеріміз бізде әлі әні бар, міне 7 ән бар. Құрметті ағайын, кімге мына жинақ керек, комментарийге жазыңыздар, кімге қаян керек, тиімді бағада беретін боламыз. Ал сау саламатта болыңыздар.
да қиын емес, міне сандар арқылы ғой. 5, 8 мысалы. Аққуым боп көгім самғашы бүгін, күндей күліп арайлым келер ме деп қараймын, бақытты бұл өмірде арманыммен. Кетерімде жымында еді, күліп атқан сұлудан еді, табылмайды енді қайтадан, табылмайды сұлудан еді, табылмайды енді қайтадан, табылмайды сұлудан еді. Айналайын ақ сәулем, үміт отын жақ сәулем, аққуым боп көгімде самғашы бүгін, күндей күліп арайлым келер ме деп қараймын, бақытты бұл өмірде арманыммен. Енді бұл әдісті қиын болып жатса, енді қанша оңай дегенмен кейбір адамдарға қиын болуы мүмкін. Сондықтан бұдан да оңай әдісті ойлап таптық. Яғни ешқандай бұлай қиналмай, үйреніп қиын болып жатса, енді оңай сияқты көрінгенмен бұлай қағыс жасау да қиындау негізі. Қол жақсылап бүгілу керек, мына 3 саусақты бұлай ұстап отыру керек, орташа ұстау керек. Оңай емес негізі. Шыдамдылық керек. Сондықтан міне бас бармақпен бар болғаны осылай міне шертіп, басында енді 0-ден бастағанда алғашында осылай тартуға болады. Бұлай да музыка шығады. Міне мысалы анашым әнін тартып көрейін. 7, 5, 3, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, бір-бірден тартамыз. 5, 3, шет жүрсем, 2, 3, 2, 0, сағынарым, шет жүрсем сағынарым. Әрі қарай тек қана сандар. Жабықсам 0, 2, 3, жабықсам 2, 0, жабықсам шағынарым. Сандарын жаттап алсаңыздар, міне өте оңай. Тек былай басып отырасыздар ғой, қатты қиын емес. Анашым бір өзінсін табынарым. Қайырмасы анашым, мына жерде 12, 14, 15, міне былай басасыздар. Саусақтың ұшымен. Міне сызықтың дәл алдынан басасыздар. Анашым шалқып күлсен, алдымда ұзақ жүрсен, жүрегім жыр толғайды. Міне көрдіңіздер ме, өте оңай. Көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Сосын қайталана береді, қайырмасы қайталау. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Көрдіңіздер ме, мына қосып тартқан кезде әуен шығады. Үшеуін қосасыздар. Жай тартсаңыздар да болады. Сөзмен қосып айтса түсінікті. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің
немесе ақпан чегені бар. Балауса қыз едің бір кезде, шашына ақпан тек байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіне көз тастап ойланам. Міне осындай өте оңай тәсілдері бар, үйреніп алыңыздар. Ал баршаңызға сәттілік, комментарийге жазыңыздар.